Сарысу ауданы Саудагер ауылы Балтабай Адамбаев атындағы тірек орта мектебі, мектеп директоры Қанат Назарбаев Еркінбекович. Мектебімізде қазіргі таңда 853 оқушы оқиды, 115 мұғаліміміз бар. Оның біреуі шебер, 31 зерттеуші, 25 сарапшы, 29 модератор. Біздің мектеп 1942 жылы бастауыш орыс мектебі болып құрылған, ал 1975 жылы 4 қабатты ғимаратта қолданысқа берілді. Сыйымдылығы 1000 орын. 1992 жылы жерлесіміз көрнекті жазушы, филолог Балтабай Адамбаев есімімен аталып, Қазақ-орыс аралас мектебі болды. 2014 жылы мектебіміздің атауы Балтабай Адамбаев атындағы тірек орта мектебі болып өзгертіліп, ресурстық орталық ретінде дами бастады. Ал 2023 жылы мектебіміз ауылдық аймақтардағы тірек мектептердің әлеуетін арттыру жобасына енді. Содан бастап мектебіміз дамудың жаңа кезеңіне қадам басты. Материалдық техникалық базамыз толық жаңартылды. Оқу кабинеті мен қосымша білім беру шеберханалары жабдықталып, инклюзияны қолдау кабинеті, STEM зертхана мен арт студия ашылды. Назарбаев зияткерлік мектебінің мамандары мұғалімдерімізді оқытып, біліктілігімізді арттырды. Соның арқасында біз мектебімізде заманауи материалдық техникалық базаны толық пайдаланып отырмыз және осы тәжірибемізді көрші мектептерге үйретіп жатырмыз. Мектебіміз 2024-25 оқу жылында Қазақстан Республикасының оқу ағарту министрлігінің 2024 жылғы 15 мамырдағы нөмірі 105 бұйрығына сәйкес Киева буллингке қарсы бағдарламасын сынақтан өткізудің пилоттық жобасына мектептің енуіне байланысты пилоттық жобаға енгізілді. Киева буллингке қарсы күрес бағдарламасы Финляндиядағы Турков университетінің мектептерінде қорлаудың алдын алу және азайту үшін әзірленген бағдарлама. Биылғы оқу жылында Қазақстан Республикасының 110 мектебінде Финляндияның буллингке қарсы Киева бағдарламасы енгізілді. Пилоттық жобаға енгізілетін мектептерде бағдарлама аясында педагог-психологтар әрбір сыныппен буллингке қарсы 90 сайын 1 сағаттан тренинг өткізеді. Біртұтас тәрбие бағдарламасын жүзеге асырумен қатар тәрбие сағатын 34 сағаттың 22 сағаты Киева буллингке қарсы мәдениетті қалыптастыру болып енгізілді. Киева пилоттық жобасы бойынша 3 модуль бойынша 1-ші, 5-ші, 7-ші сыныптар ғана қамтылды, яғни оқытылады. Мектептегі барлық 1-ші, 11-ші сыныптар оқу жылында бір рет мамыр айында сауалнама жауап берді. Мектептің 1-ші сыныбы 1-ші модуль, 5-ші сыныбы 2-ші модуль, 7-ші сыныбы 3-ші модуль арнайы екі тілде оқулықтар және көрнектермен қамтамасыз етілген. Оқулық бойынша әр модуль 3 сабақ жоспары берілген. Жылына 34 сағаттың 20-22 сағаты Киева буллингке қарсы күрес бағдарламасы бойынша сабақтар өтіледі. Білім беру саласы қоғамның дамуының негізгі тірегі. Мектеп білім мен тәрбиенің алтын ордасы. Ғұламалар мен ұлы тұлғалар мектептің, мұғалімнің және білімнің маңызы туралы терең әрі мәнді ойлар қалдырған. Адамның адамшылығы жақсы ұстаздан деп Хакім Абай айтпақшы, ұрпақ бойына жақсылықтың дәнін, білімнің нәрін сеуіп, оны тұлға етіп тәрбиелеу ұстаздарға үлкен жауапкершілікті артады. Ал осы салада көшбасшы болу, мектептің дамуына бағыт-бағдар беріп, педагогикалық ұжымда алға жетелейтін тұлға мектеп басшысы. Қазіргі заманғы мектеп директоры тек әкімшілік басшы ғана емес, сонымен қатар табысты менеджер, стратегиялық ойлаушы, жаңашыл көшбасшы болуы тиіс. Мектеп жаратылыстану математикалық бағытта оқытылады. Мектебімізде білім алушылар 2 ауысыммен оқыту тілі аралас, қазақ, орыс тілдерінде оқиды. 1-ші ауысымда 435, 2-ші ауысымда 374 оқушы. Барлық сынып комплектінің саны 47. Мұғалімдері мен ата-аналар мен оқушылар мен жергілікті басқару органдарымен тығыз байланыса отырып, білім беру саласын дамытуға елеулі үлес қосып келеміз.
Мектеп үйірмелерге 180 бала қамтылса, ал мектептен тыс үйірмелерге 700 оқушы қамтылған. 2014 жылы қыркүйек айында мектеп ресурстық орталыққа айналды. Бекітілген маңиттік мектептер саны 6. Досбол орта мектебі, Сарысу орта мектебі, Жаңатылап орта мектебі, Шағалалы негізгі мектеп, Үшбаш негізгі мектебі, Үшарал негізгі мектебі. Ресурстық орталыққа 180 оқушы қамтылған. Сондықтан осы маңиттік мектептер мен мектептің ішкі ахуалы, тәртіп, ұйымшылдық пен жауапкершілік мәдениетін үйлестіре отырып білім беріп келеміз. Мектептің дамуы, беделі, оқу сапасы, оқушылар мен мұғалімдердің жетістігіне тікелей байланысты. Осы орайда мектебіміз аудандық, облыстық, республикалық пән олимпиадалар мен түрлі бағыттағы шығармашылық байқауларға, спорттық жарыстарға қатыса жүлделі орындарға ие болуда. 2024 жылы республикалық пән олимпиадасында физика пәнінен 9 сынып оқушысы Мамыр Тоғжан 3 орынды иеленді. Биыл Алтын түлек математикалық олимпиадасының республикалық кезеңінде 11 сынып оқушысы Амангелді Асылбек 1 орын, 10 сынып оқушысы Майтон Балжан 1 орынды иеленді. Амангелді Асылбек Дулатин атындағы Тараз мемлекеттік университетінде 100% жеңілдікпен куәлік тапсырылды. Бестерек Нұрай мен Бестерек Арай каратэ-до күресінен әлем кубогының күміс жүлдегерлері, ашық Азия чемпионатының қола жүлдегерлері атанды. Кадрлық саясатты дұрыс жүргізу мектеп жұмысын сапалы ұйымдастырудың негізі. Қоғам мен технологияның тез өзгеріп жатқан заманда өз мамандығымызға жаңаша көзқараспен қарап, үнемі жаңа әдіс-тәсілге бейім, инновацияларға ашық болуымыз қажет. Мұғалімнің кәсіби деңгейі де өсу үшін түрлі әдістемелік көмек көрсетіледі. Ұстаздарымыз кезең-кезеңмен білім жетілдіру курстарынан өтіп, білім беру сапасын арттыруда, инновацияны енгізу жолдарында тынбай ізденіп отырады. Осындай нәтижелердің арқасында былтырғы оқу жылында мектебіміз үздік ауыл мектебі атағымен марапатталды. Болашақта осы бағытта тынбай жұмыс жасай береміз.